Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге үйдегі ақша гүліне қалай күтім жасау керек, ол қайда тұру керек деген мағлұматпен бөлісіп кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Үйіміздегі ақша ағашы өз иесін байыта алады дейді. Байлық көп болу үшін гүл өздігінен шығуы керек. Бұл қандай гүл? Ақша гүлі деген атпен бәрі білетін өсімдік. Бүгінгі күні бұл кез келген қазақстандықтың пәтерінде кездестіруге болады. Өсімдіктің үлкен қатты діңі және кішкентай сопақ жапырақтары бар. Ақша гүлі көп жылдық өсімдік. Үйде өмір сүру ұзақтығы дұрыс күтіммен 50 жыл. Сіздермен қызықты фактілермен бөлісіп кетейін. Ақша ағашы гүлдей алатыны рас. Ол үшін өсімдік күтімі жақсы болу керек және ережелерін сақтау қажет. Өсімдікті жаңа горшокке ауыстырып, оған қолайлы жағдай жасағаннан кейін бірден гүлдер пайда болады деп күтпеңіз. Ақша ағаштары 10 жасқа толғаннан кейін ғана гүлдей бастайды. Ақша гүлі үнемі суаруды қажет етпейді, бірақ бұл оған мүлдем су керек емес дегенді білдірмейді. Орташа алғанда өсімдікті 7 күнде 1 рет суару керек, бірақ бұл уақыт сыртқы факторларға байланысты өзгеруі мүмкін. Қателеспеу үшін өсімдіктің реакциясын бақылаңыз. Егер жапырақтары түсе бастаса, онда ағашта су жетіспейді, немесе оны тым суық сумен суарасыз. Егер жапырақтар түсін жоғалтып қурап қалатын болса, онда сіз суарудан асып кетесіз. Бұл құбылыс көбіне қыста кездеседі. Гүлге су көп қажет емес. Ақша ағашын суару үшін бөлме температурасындағы қарапайым су қолайлы. Егер сіз крандағы суды қолдансаңыз, оны алдымен 1 күн құйып қойыңыз. Содан кейін ғана гүлді суарыңыз. Бұлақ суы немесе құдық суы тұнбаны қажет етпейді. Өсімдікке жеткілікті оттегі алу үшін оның жапырақтарын мезгіл-мезгіл бүріккіш бөтелкеден шашыратыңыз. Осылайша сіз ағаштың тыныс алуын кедергі келтіретін заттарды кетіресіз. Сонымен қатар ақша гүлін ашық күн сәулесі және жоғарғы температураны ұнатпайды. Күннің тікелей сәулелері өсімдікке күннің жартысына ғана түссе жақсы әсер етеді. Сонымен қатар ол